Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін бізде Қазақстан тарихы пәнімізден кезекті сабағымыз. Бүгінгі тақырып оқушылар қазақ хандарына байланысты болмақ. Нақты айтқан кезде Қасым ханның ел билеуі және де оның баласы Хақназар ханның тарихы. Жалпы бізде Қасым ханның ел билеуі бізде 1511 және де 1518 жылдар аралығында болады. Алдыңғы сабақта өткен кезде біз Қасым ханнан бұрын бізде Бұрындық хан билік етті дедік, 1480 және де 1511 жылдар аралығында. Бұрындық хан билік еткен тұста Қасым хан оның қасындағы ең басты көмекшісі және де ең басты қолбасшысы болған. Жалпы Қасым бұл Жәнібек ханның ұлы. Және де Қасым хан билік еткен тұста бізде қазақ хандығы өзінің ең шарықтау шегіне жетіп нығайған кезі болған екен. Жалпы көптеген тарихшылардың пікірінше бізде Қасым хан барлық қазақ хандардың ішіндегі ең мықтысы болған екен. Жалпы қазақ хандарының ішіндегі осы Бұрындық хан билік еткен тұста Қасым хан оның белгілі сұлтаны, атты әскер басшысының бірі ретінде айтылған екен. 1511 жылы Бұрындық хан қайтарғаннан кейін оны Самарқан қаласына шығарып салып, Қасым хан өзі хан деген лауазымды иеленеді екен. Жалпы оның осы хан билігіне келгеннен бастап бізде оқушылар уже Керейдің ұрпақтары мүлдем билік етпейтін болады, қазақтың ханы етіп. Тек қана уже барлық қазақтың хандары Қасым ханнан кейін барлығы Жәнібектің ұрпақтары болады. Керей және Бұрындық қана осы Керейдің ұрпағы, ал Бұрындық хан билігінен кеткеннен кейін бізде уже Керейдің ұрпақтары билік етпейді екен. Сыртқы саясатына келетін болса, Қасым ханның ең бірінші сыртқы саясатындағы оның әрекеттері бұл сыр бойында қалалар, нақты айтқан кезде 1513 жылы Сайрам қаласын басып алады. Кімдерден? Шайбанилардан, яғни Мұхаммед Шайбанидің ұрпақтарынан осы Сайрам қаласын басып алады екен. Кейінгі Қасым ханның барлық сыртқы саясаты бұл дәл сол оңтүстік Қазақстан мен Жетісу аумағында болды, және де батысындағы өзінің тоже территориялын ұлғайтқан болатын. Батысында ол кезде біле білсеңіздер бізде Еділ мен Жайықтың аралығында Ноғай ордасының территориясы болды. Сөйтіп Қасым хан Ноғай ордасына біршама жорықтар жасап, ноғайларды Жайықтан арғы қарай Еділге қарай ығыстырып жіберген болатын. Сөйтіп Жайықтың арғы бетіне дейінгі барлық аумақ бізде қазақ хандығының территориясына кіріп кетті. Жалпы Қасым ханның моғол билеушілерімен де ара қатынасы жақсы болды, және де Моғолстанның билеушілері Қашқарияда өмір сүрген бізде осы қазақтың сұлтанымен жақсы одақ құруға тырысқан болатын. Осылайша есте сақтаймыз оқушылар, бізде Қасым хан бізде қазақ хандығының кең байтақ аумағында билік құрды. Нақты айтқан кезде хандықтың шекаралары бұл Сырдарияның сол жағалауы мен Жетісудың біраз бөлігі, және де солтүстік шығысында Ертіске дейін жеткен, ал батысында Жайықтың арғы бетіне дейін жеткен болатын. Деректерге сәйкес Қасым хан жай ғана барлық өзінің жеңістерін қақылы күшпен емес, сонымен қатар өзінің жақсы дипломатиялық саясатымен де шешкен болады. Мысалға, Қасым хан бізде қазақ хандарының ішіндегі ең алғаш орыс мемлекетімен, Мәскеу мемлекетімен қарым-қатынас орнатқан хандардың бірі екен. Қай хан бізде қазақтардың ішінде орыс, яғни Мәскеу мемлекетімен ара қатынас жасасты деген кезде біз Қасым хан деп жауап береміз. Дәл осы Қасым ханның орыс мемлекеттерімен байланыс орнатқанның нәтижесінде бізде Еуропаға, бүкіл Еуропаға бізде қазақ хандығының ханының есімі, Қасым ханның есімі естіле бастайды екен. Енді ішкі саясатына келетін болсақ, жалпы бізде Мұхаммед Хайдар Дулатидің деректері бойынша Қасым хан қазақ хандарының ішінде оның халқы саны ең алғаш 1 миллионға жеткен екен, ал оның әскер санының 300 мың болғандығы белгілі, яғни халқы 1 миллион болды, ал әскери саны 300 мың болған екен. Бұл сандарды міндетті түрде сіздерге жаттау керек. Сонымен қатар мемлекеттің ішкі саясатын нығайту мақсатында Қасым хан қазақ хандығының тұсындағы ең алғашқы заңдар жинағын ойлап табады. Ол ел арасында Қасым ханның қасқа жол деп аталып кетеді. Қасым ханның заңдар жинағы оқушылар қазақ хандарының ішіндегі, қазақ хандығының ішіндегі жалпы ең алғашқы заңдар жинағы болып табылады екен. Жалпы осы Қасым ханның заңдары негізгі 5 бөлімнен тұрды. Біріншісі мүліктік заң. Оған жалпы сол кездегі басты мүлік ол мал мен жер кірді. Ол кездегі басты мүлік ол мал және жер болса, қазір мысалы бізде ең басты мүліктер, мысалы квартира, машина болса, ол кезде мал мен жер болған.
сол жер және мал мәселелерін қарастырған ережелер жинағы бұл бізде мүліктік заңға кірді. Қылмыстық заңда өзі айтып тұрғандай барлық қылмыстар мен және оған жасалынатын жазалардың түрлері мен олардың ережелері жазылған болатын. Әскери заң өзі айтып тұрғандай барлық әскерге қатысты, соғысқа қатысты, әскер жасақтау, әскердің жалақысы деген сияқты, қай жерге қалай жорық жасау керек деген секілді барлық ережелер мен жинақтар қамтылған болатын. Төртінші заңдар жинағында елшілік салт ережелері деп бөлімінде бұл жақта өз айтып тұрғандай дипломатиялық қарым-қатынасқа арналған заңдар мен ережелер екен. Елші деген сөзден шығып отыр, елшілік салт ережелері. Бұл жақта халықаралық құқықты қалай құру керек, елші этикетін қалай сақтау керек деген секілді ережелер жинақталған. Ал бесінші бөлімінде бұл жұртшылық заңы. Жұртшылық деген сөзден шығып тұр, яғни халық деген сөзден шығып тұр. Бұл заңдар ережелері бізде халыққа арналған болатын. Яғни жалпы халық арасындағы өзара көмек, мейрамдарды ұйымдастыру, мысалы Наурыз мерекесін ұйымдастыру деген сияқты басқа да ережелер мен заңдар жазылған екен. Кейін Мұхаммед Хайдар Дулатидің деректеріне сәйкес Қасым хан 1518 жылы Жайық өзенінің бойындағы Сарайшық қаласында дүние салып, сонда жерленген болатын. Мынау картаға қарайтын болса, оқушылар мінекей сары түспен бұл Қасым ханның тұсындағы барлық қазақ хандығының территориясы. Қарасаңыздар, мінекей оңтүстікте территориясы Сайрамға дейін жетіп тұр. Яғни біз 1513 жылы шайбаниттерден осы Сайрам қаласын басып алған білдік. Сонымен қатар мынау Ноғай ордасына тиесілі Сарайшық қаласы олардың ордасы еді ғой. Осы Сарайшық қаласын тоже Жайықты басып алып, Жайықтың арғы бетіне дейін территориясы созылған болатын. Шығысында мінекей Ертіске дейін жетіп отыр территориясы. Келесі біз қарастыратын хан бұл Хақназар хан, жалпы Қасым ханның ұлы. Бірақ бізде сразу Хақназар хан билікке келген жоқ. Кімнің дерегі бойынша, Мұхаммед Хайдар Дулатидің дерегі бойынша Қасым хан қайтыс болғаннан кейін билікке 1518 жылы Қасымның ұлы Мамаш келеді. Мамаш бірақ осы шайқастардың бірінде 1522 жылы қайтыс болады. Сөйтіп ол осы Мамаштан кейін билікке Әдік сұлтанның балалары Тахир хан мен Бұйдаш хандар келеді. Жалпы 10 ғасырдың 20-30 жылдары билік құрды. Бірақ бұл кезең бізде қазақ хандығының әлсіреуімен байланысты екен. Яғни бізде Қасым хан мемлекетті нығайтқан болса, оның мұрагерлері, оның баласы Мамаш және де басқа да Әдік сұлтанның балалары Тахир мен Бұйдаш хандар бізде мемлекетті әлсіретіп, көптеген территорияларынан айырылып қалған болатын. Сонымен қатар осы кезеңдерде мынау Мамаш, Тахир, Бұйдаш хандар билік еткен тұста қазақ хандығының билеушілеріне қарсы өзбектердің, моғолдардың одағы құрылады, және де ойраттардан да, өзбектерден де, моғолдардан да бірнеше рет соғыс болып, сол соғыстарда жеңіліп көптеген территорияларына айырылып қалған екен. Кейін бірақ билікке 1538 жылы Хақназар хан келеді. Ол да Қасым ханның ұлы Мамаш секілді, бірақ Мамашқа қарағанда Хақназар бізде мынау әлсіреп кеткен хандар кезіндегі күйреп кеткен қазақ хандығын қайтадан нығайтып қалпына келтірген хан ретінде таниды екенбіз Хақназарды. Ол не үшін сразу билікке келген жоқ? Өйткені Қасым хан қайтыс болған кезде Хақназардың жасы кіші болды. Сондықтан да ол сразу билікке келе алмады. Кейін уақыт өте келе оның жалпы халық арасында беделі өсіп, ықпалын нығайта бастап, кейін 1538 жылда ақ кезге отырғызылып хан атанады. Оның басты мақсаты оқушылар қазақ хандығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету болды. Сондықтан да ең алғашында ол мынау Қасым хан бізде Ноғай ордасының территориясын басып алып еді ғой, Жайық өзеніне дейін. Кейін оның мұрагерлері Мамаш, Тахир, Бұйдаш хандар ол территориядан толығымен айырылып қалған болатын. Соны қайтадан қалпына келтірген, қайтадан ноғайларға шапқыншылық жасап, ноғайлы жерлерді, яғни Жайық өзендерін басып алған бізде бұл кім екен? Бұл Қасымның ұлы Хақназар екен. Жалпы 50 жылдарында бізде 16 ғасырдың Ноғай ордасы өте әлсіреп кеткен кезең болады. Соны пайдаланған бізде Хақназар хан 16 ғасырдың 67 жылдары Ноғай ордасына бірнеше жорық жасап, көптеген ноғайлардың ру тайпаларын өзінің құрамына қосып алған болатын. Сөйтіп қайтадан ноғай тайпаларын Еділдің ар жағына ығыстырып жіберген болады. Сонымен қатар Хақназардың сыртқы саясатына келетін болсақ, ол Сібір ханы көшіммен де көптеген соғыстар жүргізген болатын. Хақназардың сыртқы саясатында оның басты саясаты бізде 16 ғасырдың 70-80 жылдары шайбанилық Абдаллах сұлтанмен жасатқан достық қарым-қатынасы. Яғни ол Мауреннахрдағы Бұхара билеушісі Шайбани Абдаллах ханмен шайбанилық 16 ғасырдың 70-80 жылдары достық және әскери одақ туралы
ант беріскен келісім жасады. Бұл келісім сол кездегі Ташкент билеушісі Баба Сұлтанға қарсы болған еді. Баба Сұлтан да Абдаллах та негізінде шайбанилық ұрпақтары, екеуі де өзбек хандықтарының билеушілері. Бірақ екеуі осы өзбек мемлекеттер арасында өзара соғыс болады. Сол соғысқа Хақназар да қатысуды шешіп, бізде Абдаллах, яғни Бұхара мемлекетінің құрамында болады. Бұхараларға қолдау көрсетіп, Баба Сұлтанға, Ташкент билеушісі Баба Сұлтанға қарсы болады. Кейінірек осы Хақназар бізде Баба Сұлтанмен бірнеше соғысқа түсіп, бізде Түркістан және Сауран қаласынан Баба Сұлтанды ығыстырып жіберген болатын. Кейінірек бірақ 1579 жылы Баба Сұлтанмен достық ара қатынас жүргізу үшін екі баласын елші қылып жібереді. Бірақ Баба Сұлтан осы Хақназардың екі баласын өлтіруге бұйрық береді екен. Кейінірек 1580 жылы Баба Сұлтан уже Хақназарға тыңшы жіберіп, яғни келдер дейді ғой, қазір сөзбен айтқанда, Хақназарды өлтіреді екен. Осылайша бізде 1580 жылы Баба Сұлтанның қолымен емес, енді соның бұйрығы бойынша Хақназар қайтыс болады. Енді Хақназар ханның қазақ тарихындағы рөлін айтатын болсақ, жалпы оның билік кезінде оның территориясы батыста Жайық өзені, солтүстігінде Есіл, шығысында Балқаш көлі, оңтүстігінде Ташкентке дейін жеткен болатын территориясы. Ташкенттің өзі кірмейді, бірақ ең соңғы қала Сауран қаласын, жаңа айтып едік қой, басып алды Баба Сұлтаннан. Хақназар хан сонымен қатар бізде өзінің сыртқы саясатында Мәскеу билеушісі Иван Грозныймен елшілік алмасқан болатын. Иван Грозныймен бізде қай қазақ ханы байланыс орнатты деген кезде біз Хақназар хан деп айтамыз. Кейінірек Хақназар ханның өзі, одан кейін оның ұрпақтары қайтыс болғаннан кейін уже қазақ ханның тағына Хақназардың ешқандай ұрпағы келмейді. Хақназар хан өзі билік құрды, ал одан кейін оның ешқандай бір баласы бізде қазақ ханы атанған жоқ. Осындай бір өкінішті жағдай бар. Жалпы мінекей оқушылар, мына жерде бізде қатты көк түспен бұл Хақназар ханның тұсындағы территория. Мынау ашық жасылды қарамаймыз, бұл Тәуекел ханның тұсындағы, яғни біз қатты жасылды қараймыз. Қатты жасылдағы оның басты оңтүстігіндегі территориясындағы соңғы қаласы бұл Сауран қаласы басып алған. Батысында Жайық өзеніне дейін, шығысында Балқаш, ал солтүстігінде Есіл өзеніне дейін жеткен болатын территориясы. Ал оқушылар, бүгінгі сабағында Марк Цукербергтің керемет сөзімен аяқтағым келіп отыр. Ең үлкен тәуекел бұл ештеңе жасамау. Яғни сіз егер ештеңе жасамасаңыздар, сіздер ең үлкен тәуекел жасайсыздар. Ал егер бірдеңе бастасаңыздар, ол да тәуекел, бірақ ол нәрседен хотя бы сіздерде бірдеңе шығуы мүмкін. Сондықтан да тәуекел жасауға қорықпаңыздар. Ал ендеше оқушылар, келесі сабақ кездескенше сау болыңыздар.